Адамдар не дейді? Білесің бе, бірде-бір кісі имам Ахмад ибн Ханбалдан кісілердің мінеу сөзіне қалай құтыламыз деп сұрайды. Сонда Ахмад ибн Ханбал оған: оларға қалағанын бересің де қарымта ештеңе алмайсың, саған зияны тисе де кесіріңді тигізбейсің, мұқтаждықтарын өтеп өз қажетіңді сұрамайсың, міне сонда ғана олардың әңгімесінен құтыласың деп жауап береді. Ойбай-ау, бұлай жасау қиын ғой деп әлгі кісі күңірене бергенде Ахмад ибн Ханбал: сөйтсең ғана жаның тыныш болады деп жауап қайырады. Жарқыным, байқайсың ба, біз өзгелерден еш нәрсе дәметпейміз. Талап ететініміз бар болғаны өзгелердің біздің өмірімізге қол сұқпауы ғана. Бірақ бұндай ең қарапайым нәрселер де орындалмай жатады. Адамдар тіпті өз-өзіңмен оңаша қалуға да мұрсат бермейді. Неге екенін білесің бе? Өйткені олар өз өмірлерін сүруді орнына біздің өмірді сүргісі келеді. Өздерін ұмытып, біздің тіршілігімізге араласады. Мұрындарын өз беттерінде екенін ұмытып, біздің өмірімізге тығуға құмартады. Олардың жеке кеңістігімізге кірігіп кеткені сондай. Кейде сен не істесем оларды разы қылам, қайтсем олардың сөзінен құтылам деген ойларға тап боласың. Жақыным-ау, сен бәрібір олардың көңілінен шыға алмайсың. Егер жұбайыңмен кеңесіп жүрсең, сорлы күйеуінің айтқанын істеп жүр дейді. Кеңеспесең, күйеуіңнің мойнына шығып алған деп мінейді. Көшеде аунап жатар маскүнем болсаң да, намазын қаза қылмайтын тақуа болсаң да, ондайлар саған ешқашан разы болмайды. Әйтеуір сыртыңнан бір сөз дайындап тұрады. Тіпті бойынан кемшілік көрмесе де, өздері бір олқылық ойлап тауып жұртқа жаяды. Сондағы қауымының бар жауабы: Луттың отбасын ауыл-аймақтарынан қуып шығыңдар, өйткені олар күнәдан пәк, өте әдепті жандар деу ғана болды. Лут пайғамбар да қауымын туралыққа шақырып, дұрыс бағытқа бастағанда, қауымының оған айтқан сөзі осы еді: оның күнәсіз қасиетін өзін күнә деп есептеп, жақсылығын бұрыс санаған. Ал сен болсаң әлі күнге дейін басқаларды разы қылудың жолын іздеп жүрсің. Қадірлім-ау, ондайлардан құтыла алмайсың. Оларды өз жайына қалдыр да өз өміріңді өзің сүр.